Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол мен үшін маңызды. Жылы мезгілі жақындаған сайын базарлар мен дүкендер сөрелерінде денсаулығын күтетіндердің сұранымына ие өнімдер пайда бола бастайды. Сол дәрумендердің бірі шалғам. Шалғамның ағзаға қандай пайдасы бар десеңіз, шалғам иммунитетті арттырады, суық тиюмен күреседі. Шалғамда фолий қышқылы көп болғандықтан, көкөніс әйелдер денсаулығына және жүкті әйелдер үшін ұрықтың дұрыс дамуына пайдасын тигізеді. 250 грамм көкөніс денені аскорбин қышқылының күнделікті нормасымен қамтамасыз етеді. Көкөніс қандағы қантты төмендетеді және гемоглобин деңгейін арттырады. Көкөніс құрамындағы талшық метаболизм процестерін жақсартады. Сондықтан артық салмағы бар қант диабетімен күресетіндер үшін пайдалы. Шалғам сонымен қатар ісінуді жеңілдетеді. Жалпы өт қабы мен бауырға өте пайдалы. Шалғамның пайдасы жүрек тамыр жүйесіне көмектеседі. Ал шалғамның зияны мен қарсы көрсеткіштері де бар. Шалғамды қалқанша безі аурулары бар адамдар жеуге болмайды. Өйткені теріс пайдалану ісік тудыруы мүмкін. Сондықтан редис, ойық, жаралардан зардап шегетіндерге тыйым салынады. Айтпақшы, шалғамның жапырағы да дәрумендерге өте бай. Сол себепті оларды лақтыруға асықпаңыз. Жапырағын салатқа қосып, немесе буға пісіріп жеуге болады.